Армысыздар, қымбатты достар, бүгін біз сіздерге Олимпийский тұрғын үй кешеніне арнайы шолу жасап беретін боламыз. Олимпийский тұрғын үй кешені Тұран даңғылының бойында орналасқан. Жалпы өзін атап тұрғандай Олимпийский, яғни спортқа құмар, спортқа үйір жандарға бұл жерде барлық жағдай қарастырылатын болады. Жай ғана мысал жанында Барыс арена, Астана арена, одан кейін Алау спорт кешендері орналасқан. Олимпийский тұрғын үй кешені 15-18 қабаттан тұратын үйлер соғады. Жалпы қолданымға 350 пәтер берілетін болады 2021 жылдың соңына қарай. Енді қымбатты достар, бәріміз бірге барып тұрғын үй кешенін ішін көріп қайтайық. Жүріңіздер. Ал достар, келіңіздер, қош келдіңіздер. Мынау Олимпийский тұрғын үй кешенінің 2 бөлмелі пәтерін жоспары бірден сіздерге көрсетейік. Мынау бірінші бөлмесі. Пластик терезелер орнатылған, қабырғалары газоблоктан. Мына жерде қосымша жуыну дәретхана бөлмесі қарастырылған. Ары қарай тағы да бір бөлме, яғни ас бөлмесі десек болады, балконға шығу мүмкіншілік қарастырылған бұл жерде. Одан кейін екінші үлкен бөлмеміз. Мінекей, қымбатты достар, бұл жерде де киім-кешек салатын, жалпақ тілде айтқан кезде гардероб бөлмесі қарастырылған. Енді қазір сіздермен бірге барып, басқа да бөлмелердің жоспарларын бірге тамашалайық. Жүріңіздер. Қымбатты достар, Олимпийский тұрғын үй кешенінің бір бөлмелі пәтерінің ішіндеміз. Оң жағымызда жуынатын бөлме, сол жағымызда гардеробный, яғни киім ілетін бөлме. Айта кететін жайт, негізі көп тұрғын үй кешендерін қарап жүрмін, бірақ бір бөлмелі пәтердің өзінің бөлек киім ілетін бөлмесі барын шынымды айтайын, бірінші рет көруім. Жалпы келесі бөлме ас бөлмесі. Ас бөлмесінің ары қарай балконға шығу қарастырылған. Жалпы ас бөлмесіне аса бір кішігірім емес, бұлай жалпы жақсы шаршы метрі. Келесі бөлмеміз. Мін, қымбатты достар. Бұны не үшін біз түсіріп отырмыз? Сіздер осы үйден, үй алатын кезде жақсылап көрсін, ыңғайлы болсын деген ойда түсірудеміз, қымбатты достар. Енді келесі этапта, айта кететін жайт, қымбатты достар. Егер сіз Олимпийский тұрғын үй кешенінен үй алам десеңіз, бірақ тұрғын банақ ремонт жасауға, жөндеу жұмыстарын жүргізуге өзіңіздің қолыңыз босамаса, қолыңыз тимесе, онда сіз, яғни Орда Инвесттен бірден жөндеу жұмыстарын сатып алсаңыздар болады. Оларға қосымша ақша төлеу арқылы. Енді қымбатты достар, осы Олимпийский тұрғын үй кешені ең басты ерекшеліктерінің бірі теннис алаңына сіздермен бірге барып бірге көрейік. Жүріңіздер. Қымбатты достар, теннис алаңына бармастан бұрын сіздерге бір қызықты бір жайтты айта кетсем. Мысалға, Олимпийский тұрғын үй кешені 4 блоктан тұрады. Әр блок әр түрлі, яғни сипатта безендірілетін болады. Мысалға, бірінші блок бокс, екінші блок футбол болады. Бірінші блоктың ішіне кірген кезде, енді жалпы өзім ойым, біздің Қазақстаннан шыққан атақты боксшылар, бокс жайлы суреттер, жалпы сол үйдің тұрғындарын сол спортпен айналысуға итермелеп отыратын, яғни бір суреттер тұруы мүмкін. Сондықтан осында ескерсеңіздер болады. Жалпы қосымша сұрақтарыңыз туындап отса, Орда Инвесттің сату бөліміне барыңыздар. Ал енді бірге барып теннис алаңын көрейік. Жүріңіздер. Қымбатты достар, Олимпийский тұрғын үй кешенінің басты ерекшеліктерінің бірі дәл мен тұрған жерде жазда, көктемде, күзде теннис алаңы орналасатын болады. Ал қыстың күні балаларға қолайлы, ыңғайлы болсын деген оймен бұл жерде сырғанақ, яғни каток болатын болады. Енді қымбатты достар, Олимпийский тұрғын үй кешенін соғылу барысында сіздер тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы шаршы метрін 330 мыңға несиеге рәсімдей аласыздар. Енді Олимпийский тұрғын үй кешенінен жоғарыдан қарағанда көрініс қандай болатынын көруге сіздер шақырамын. Жүріңіздер. Бізді қарап отырыңыздар, біздің YouTube каналымызға жазылыңыздар. Біздің әрбір жасаған іс-әрекетіміз тек қана сіздер үшін қымбатты достарымыз. Қымбатты достар, дәл осы Олимпийский тұрғын үй кешенін тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы соғылу барысында да несиеге рәсімдесеңіздер болады. Қосымша бізде жақында басталатын мемлекеттік 5-10-20 бағдарламасына да осы үйлерді алсаңыздар болады. Қымбатты достар, жалпы сіздерге біздің осы түсірген шоуымыз ұнамды болғанына сенімдіміз. Мақсат пен мақсатқа әр қазақстандық баспаналы болсын.